Сонан соң мынау қазіргі жастардың дін ұстану мәселесіне келетін болсақ, енді көбінесе сіз енді осы үш үлкен нәрсені қосып айтып кеттіңіз: сақал, балақ, орамал. Қалай жұмсақ айтсам екен? Расында да бұл үшеуі қазір енді ең жеңілінен бастап көрейін, балақ мәселесі. Балақ мәселесінде пайғамбарымыздан келген хадис бар. Кімде-кім өзінің тобығынан төмен киімді қатты түсіріп жүрсе, әсіресе бұны енді ер азаматтарға айтылған, тобығынан төмен дозақтың отын алып жүргенмен бірдей болады деп айтады. Өйткені сол пайғамбардың заманында, білесіздер ме, өзі сол өткен замандарда мынау байлар киімін сүйретіп жүретін, артынан қызметшілері киімін көтеріп жүретін. Мынау киноларда, бір көне замандардың бір жаңағы мультфильмдерде көресіз ғой, бір корольдер кетіп баратса, артынан шапаны жерге сүйретіліп жүреді, соңынан бір 3 адам, 2 адам жаңағыдай шапаны көтеріп жүреді. Бұл сол тәкаппарлықтың белгісі болатын нәрсе еді. Кейіншелік келе дәл сол Бұхари имамның риуаят еткен хадистерінде айтылады, Абу Бакр деген пайғамбарымыздың сахабасы жаңағыдегі сол кеңдеу киім алып қалып, сол жерге салбырап тұрған киімін көрсетіп пайғамбарымызға: мен де мынау киімімді қысқартуым керек пе деп сұрағанда, сен тәкаппар емессің деп жауап бергені бар. Дегенмен ғалымдарымыз енді тәкаппарлықсыз да киімін енді барынша тазалық үшін, тәкаппарлықтың ана жүректің тазалығы үшін киімді сәл жинақы ұстаған жақсы болады, манағыдай жерге сүйретіп неғылып жүргеннен көрі деп мәлімет айтады. Әйтсе де қазір муфтияттың ұстануы бойынша ол енді балақ мәселесінде бір қатты үлкен нәрсе жоқ, оны таласатындай, мен соны міндетті түрде қысқартып тастаймын деген адам фанаттық көзқараста болған адам. Біріншіден, ол исламның міндетті болған бір бұйрықтары емес, ол кісі рас тозақ отынан қашам деп бір нәрселер істеп жүрген шығар. Дегенменен пайғамбарымызда мысалы ең үлкен сахабалардың бірі Абу Бакрдың өзіне сен тәкаппарлықтан емес қой деп сол жерде мұқайят, яғни белгілеп кеткеннен кейін ғалымдарымыздың көпшілігі ол балақ тобықтан төмен тұруы, бірдей болып тұруы қатты үлкен рөлді ойнамайды, әңгіме адамның жүрегінің ішіндегі тәкаппарлықта екен дейді. Осы жерден келетін тұжырым, егер тәкаппарлықпенен сіз киген қандай да бір киім сізді тәкаппарлыққа алып барса, сол киім негізі сізге жақсы болмайды. Мысалы, кейбір бауырларымыз бар, оны әсіресе бір қызметке тұрған адамнан немесе бір қандай да форма киген адамнан көресіз. Мысалы, кейбір бауырларымыз енді барлығы демей-ақ қойып, бірақ кейбір бауырларымыз мысалы милицейский форма кисе адам танымай қалады. Өзі көкшиіп, жаңағыдегі жанынан амандасайын десеңіз қолын ұшын беріп, біртүрлі болып қалады да, таң қаласыз енді. Онда өз басымыз ондай нешеуін куә болғанбыз. Мысалы, біз шетелде оқығанда бізге үйрететін қайта, сенің ең жақын досың полиция деп. Адасып кетсең де тоқтатып алсаң болады, басқа қалсаң да. Сол әдет үйреніп, сол шетелден оқып келіп бір жерге түспейм осы қазақтың даласына. Сөйтіп жаңағы жолымды табылмай тұрып бір милиция кетіп бара жатыр екен. Жаңағыдегі ол погонында бір қылдайда еш нәрсе жоқ та, оның бір жұлдыз түгіл қыл жоқ та погонында. Жаңа кетіп баратқан жігітке кешіріңіз десем, тоқтауы зорға тоқтады. Енді ана кісінің торымызы өте қиын екен. Бір 4 метр, 3 метр жүріп барып тоқтады. Сонда мен арқасынан жүгіріп жүріп айтуым керек екен да оны. Сосын кешіріңіз деп зорға тоқтатып алып, мына осындай бір жерді айтып жібересіз бе десем, маған бұрылып қарағанда жоқ әлгі кісі. Былай жүресінде, былай бұрыласын, сол жерде тұр деді да, әрмен қарай кетіп қалды да. Енді соншалықты ана кісінің енді білмеймін, ол кісіге Құдай бір жұлдыз берсе, бізді танкімен басып өлтіретін шығар дедім мен. Жаңағыдай кейбір өзі адамдар болады да, өзі сондай. Кішкентай киім киіп қалса өзгереді дереу. Негізі бұл киім сол адамға зиян болады. Сол зиян болады. Ол адам кимегені жақсы діни тұрғыдан ше. Сол киім сол қызмет соны дозаққа алып бара жатыр. Жақсылыққа емес, жамандыққа алып бара жатыр.